Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды студия мейманымен жалғастыратын боламыз. Бүгін бізде қонақта номері 40-шы орта мектептің оқушысы Ізғали Асылым. Асылым, қос келдің. Сәлеметсіз бе? Көңіл күйің қалай? Көңіл күйім өте керемет, бәрі тамаша. Бәрекелді. Нешінші сыныпта оқисың? Мен Атырау қаласындағы номері 40-шы орта мектептің бастауыш сыныбын аяқтадым. Енді 5-ші сыныпқа барамын. Бәрекелді. Сабақ үлгерімің қалай, жақсы ма? Сабақ үлгерімі өте жақсы, бастауыш сыныпты үздік аяқтадым. Бәрекелді, құттықтаймыз. Енді өзің білесің ғой, онлайн оқыдық осы соңғы кездері мектепті. Қиындық тудырған жоқ па саған? Өкінішке орай алтын ай мектебімізге 4-ші тоқсанда бара алмадық. Сабақты онлайн түрде үйде оқыдық. Бұл кезеңде біз ата-әжеміздің қасында болдық. Ата-әжеміздің қасында бол, бізге бұл көмектесті. Ата-әжеме көп алғысымды айтамын. Бәрекелді. Енді 1 маусым балаларды қорғау күні екенін білеміз бүгін. Яғни осы күні көптеген бүлдіршіндерге тілектер айтылып, сыйлықтар алды. Жалпы бұл күн туралы естуің бар ма өзің? Әрине естуім бар. Ата-анам бұл жайлы жиі айтады. 1 маусым балаларды қорғау күнінде ата-анам жыл сайын ерекше көңіл күй сыйлайды. Көптеген сыйлықтар алып береді. Біздің көңіл күйімізді көтеру үшін ойын алаңдарына қыдыртады. Жас ертекшілер байқауына қатысып жатыр екенсің. Жалпы өзің қандай ертегілерді жақсы көресің? Мені кішкентай кезінде атам мен әжем өсірді. Мен әжемнің ерке қызымын. Әжемнің мен әдемі ертегілерін, қызықты ертегілерін сүйіп тыңдайтынмын. Яғни атаң мен әженің қызы болғаннан кейін осындай ертегін жақсы көресің, е? Иә. Көп ертек айтатын бе саған? Өте қызықты ертегілер айтады. Жас ертегішілер байқауы ұнады ма саған? Әрине ұнады. Енді бұл байқауға қалай қатыстың, қандай ертегілер айттың, сол жөнінде айтып берсең. Мысалы, ертегінің аты Тау бүркіт және қаңбақ халық ертегісі бұл. Мен бұл ертегіге өте көп дайындалған жоқпын, себебі маған ертегі айтуы қиын емес. Қиын емес, е? Жалпы атаң, әжеңнің айтқан ертегілерін жаттап аласың ба қалай? Әлде жазып аласың ба? Түсініп, дұрыстап оқып, жаттап аламын. Бәрекелді, сосын сен оны айтып бересің, е? Енді осы жалпы ертегі айтып, өзіңнің YouTube желісіндегі парақшаңа ертегі айтып салып отырады екенсің. Қалай көрермендер жақсы бағалап жатыр ма? Мен YouTube канал жуырда аштым. Аз уақыттың ішінде тіркелушім көбейді. Маған керемет тілектер жазады. Көпшілігі маған талабың оң болсын, оңынан болсын, жарайсың Асылым, сәттілік тілейміз, болашақта журналист болатын сияқтысың деген тілектер айтылуда. Бәрекелді. Енді қарап отырсақ, мына жерде алғысқа дипломдарын көп екен. Мұның барлығы қайдан алған дипломдар? 4 жылдың ішіндегі жеткен жетістіктерім. Бәрекелді. Енді мына жерде өзіңнің қолыңмен салған суретің, е? Табиғаттың көрінісі бейнеленген сияқты ғой, е? Тау бүркіт және қаңбақ деген ертегінің мазмұнына байланысты салынған сурет. Жалпы енді әрбір ертегіге осындай сурет салып тұрасың ба, әлде қалай өзіңе ұнаған ертегіге ғана саласың? Ұнаған ертегіге саламын. Яғни осы ертегіге сурет салып, соған қарап тұрып ертегі айтасың, е? Бәрекелді, өте керемет. Енді балалар өзің сияқты кішкентай балалар қалай көп тыңдай ма ертегі? Сенің ертегіңді? Тыңдайды, інім тыңдайды. Інім тыңдайды. Ал әлеуметтік желіден, YouTube'дан тыңдайтын балалар бар ма? Иә, тыңдайды. Менің ертегілерімді қатты ұнатады тіркелушілерім. Жалпы ертегінің түрлері болады, е? Қандай жанрдағы ертегілерді оқисың? Маған қиял ғажайып және халық ертегісі қатты ұнайды. Соның ішінде ең өзің ұнайтын ертегі қандай? Сүйікті ертегім Тау бүркіт және қаңбақ деген ертегі. Бәрекелді. Енді осы орайда біздің көрермендерге жалпы өзің сияқты кішкентай бүлдіршіндер қарап отыр ғой бізге. Осы ертегін айтып берші. Мен осы эфирді пайдалана отырып, ауылдағы ата-әжеме, достарыма, аға-апаларыма, қаладағы сыныптастарыма және ұстаздарыма сәлем жолдаймын. Бәрекелді. Барлық балаларды 1 маусым балаларды қорғау мерекесімен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын, ешқашан ауырмаңыздар, аман болыңыздар, аман тілектеріңіз орындала берсін. Ата-ананың үмітін ақтар бала болыңыздар. Көп рахмет. Ал енді ертегіңді айта ал. Ертеде тау
бүркіт және қаңбақ болыпты. Бір қаңбақты жел айдап, үлкен таудың етегіне әкеп тастап кетті. Мұны биіктен көріп тұрған тау: қаңбағым, қайдан жүрсің? Неғып келдің мұнда? дейді. Қаңбақ тұрып, 6 батпан ауырды көтерген алып едім. 7 қабат жер астына шығып, алып деген атағын естіп, алысу үшін әдейі сеніздіп келдім, дейді. Тау бұған жымиып күлді. Сол кезде құйын соғып, қаңбақты тетек-теткен бойы аспанға алып шықты. Аспаннан қайта жерге келіп, ары-бері аунатты. Ойға, қырға домалатты. Ақыры өлдім талдым дегенде, таудың бетіне өскен бір шоқты болғаны басына іліп, тастап жайына жүріп кетті. Қаны қашып, қабаға түскен қаңбақтың қасына бір бүркіт келді. Ол: қаңбағым, не қылып жатырсың мұнда? дейді. Қаңбақ: 6 батпан ауырды арқалаған едім. 7 қабат жер астына шығып, астымда жатқан таумен әдейілеп алысып едім. 6 күн алысып, 7 күн дегенде әрең деп жығып, желкесінен басып жатырмын, дейді. Сол кезде құйын соғып, қаңбақты тетек-тете жөнелді. Бүркіт тұрып: батыр, қайда барасың тауды тастап? Тұрып кетпей ме енді ол орнынан, дейді. Уақа емес бүркітім, алдымда әлі де алысатын көп алыптай бар еді, соларға жетуге асықпын деуге ғана шамасы келді қаңбақтың. Құйынмен бірге құлдырап ұшып кете барды. Ақырында күліп тау мен бүркіт қалды. Бәрекелді, өте керемет. Жалпы енді ертегіңде өте әдемі екен. Жалпы суретің де өте жақсы екен. Енді ертегі тыңдау жалпы қалай ойлайсың? Ертегі несімен маңызды? Жаңа сен өзің айттың ғой, қиялға жайлы ертегілерді жақсы көремін деп. Жалпы әрбір бала ертегі тыңдап өсу керек дейді. Иә. Неге деп ойлайсың? Егер ертегі оқып, тыңдап өскен бала білімді, ақылды, саналы, тәртіпті бала болады. Қандай пайдасы бар ертегі тыңдауда? Мысалға, тіл байлығың дамиды. Кейбір сыныптастарың, балалар айтпай ма саған, ертегі айта бересің, өтірік ертегілер көп қой деген сияқты айтпай ма онда? Жоқ. Өзіңе ұнайды ең бастысы? Ең басты өзіме ұнайды болды. Осы уақытында сыныптастарыңа да ертегі оқып бересің, иә? Солай ма? Басқа ертегі айтып, сурет салатын өнерің бар екен. Басқа қандай өнерің бар сен? Би билеу, мәнерлеп оқу. Бәрекелді. Өлең оқисың, көркем сөз, иә? Көркем сөз оқимын. Сен сүйікті ақының бар ма өлең оқығанда? Қандай ақынның поэзияларын немесе өлеңдерін оқисың? Әдебиет сабағын? Мысалы, әдебиеттік сабақты көп оқимын. Мысалы, Ыбырай Алтынсариннің, Мұқағали Мақатаевтың, Абай Құнанбаевтың өлеңдерін, ертегілерін тыңдаймын. Бәрекелді, Асылым, көп рахмет. Осындай талантыңмен әрқашанда шыңдап, биік белестерден көріне бір. Енді 1 маусым балаларды қорғау күні. Жалпы жаңа өзің тілегіңді білдіріп кеттің балаларға. Енді біздің көрермендерге, жалпы таңғы бағдарламаны бізді көріп отқан көрермендерге қандай тілек айтасың? Денсаулығыңыз мықты болсын, аман болыңыздар, ешқашан ауырмаңыздар, балаларыңыз аман болсын. Көп рахмет, Асылым, сен де аман бол. Тек қана осындай әдемі ертегілерді оқып, өзің сияқты бүлдіршіндерді тәнті етіп, көрермендеріңді тәнті етіп жүре бер. Сенің де мерекең 1 маусым балаларды қорғау күні құтты болсын дейміз. Саған сәттілік тілейміз. Бағдарламаға келіп, өзің керемет ертегіңді оқып, әдемі әңгімеңді айтып бергеніңе көп рахмет. Оқуыңда тек қана табыс тілейміз, және де осындай әрқашанда үздік оқушылардың қатарынан бол дейміз. Саған көп рахмет. Олай болса, қымбатты телекөрермен, біздің бағдарламамыз одан әрмен жалғасатын болады. Арнадан ауыспаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.